Біз 1921-22 жылда Түркістан мемлекеті болып тұрған кезде Нәзір Төреқұлов пен Тұрар Рысқұловтың бастамасыменен қазақтың азаматтары, қазіргі өзбектің біраз азаматтары Берлинге барып білім алды, Алманияда. Оған 5 қазақ барды. Бұл өзбектердің бір ерекшелігі, Германияға қыздарды жіберді оқуға. Түркістанда оқып келген қыздардың барлығы Берлинге барған өзбек қыздарының көп атылып кетті. Өзбектерден қыздар көп атылды. Өйткені Берлинге барып келгендердің барлығы алман тыңшысы, ағылшын тыңшысы деген сияқты түрлі жалаларменен қылмысқа тартылды. Ал Әзербайжанда да атылған әйел адам бар. Әзербайжанның әнұранын жазған 1918 жылы құрылды ғой мемлекеттер. Соның әнұранын жазған Ахмет Живат деген ақындар бар. Үлкен сұмдық ақындары. Сол Ахмет Живаттың әйелі қуғын сүргінге ұшыраған, біздің Карлакта отырған, Алжирде отырған, кейіннен ату жазасына кесілген. Ату жазасы Мәскеуде кесіліпті. Мен танысып қарағанымда.